Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осы видеомда сіздермен жұп-жұқа әрі оңай жасалатын қимақтың рецептімен бөлісемін. Қимаққа қажетті ингредиенттердің мөлшерін төмендегі описание бөліміне қалдырып кетемін. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Мен 3 ас қасық секер салдым, ал сіздер дәміне қарай көп немесе аздау қылып салуға болады. Жұмыртқамыз бен секерімізді жақсылап араластырып алып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салдым. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді 200 грамм жылы сүтімізді біртіндеп құйып былғаймыз. Ұнымызды да біртіндеп саламыз. Венчигімізбен жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп былғаймыз. Қайтадан сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алып, енді үстіне қайнап тұрған 200 грамм суымызды да біртіндеп құйып араластырамыз. Осылай 2-3 бөліктен бөліп суымызды араластырамыз. Енді 3 ас қасық сұйық май құямыз. Енді қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, осылай қимағымызды пісіріп бастаймыз. Осылай шетінен қимағымызды алып, екінші жағын пісіреміз. Шамамен 1-2 минут піседі. Қимақтарымыз осылай пісті, жұп-жұқа және оп-оңай тәсілмен пісірдік.
каналымызға тіркеліп колокольчик басуды ұмытпайық.